Арыстан баптың пайғамбармен табысуы. Арыстан баптың шын аты Ахрайыс екен. Парсы жұртында дүние есігін ашыпты. Бала күннен ілім-білімге құмар болады. Парсының отқа, пұтқа табынатын ғибадатханаларын аралап жаратушы иесін іздейді. Бірақ ешбірі жүрегіне сыймайды. Бір күні Сүрия жерінде Ғайса пайғамбардың білімі бар деген хабарды естіді. Жалаңаяқ жалаңбас сонда тартты. Мусул, Нисабун, Амури қаласының бірнеше ғибадатханасында болды. Христиан монахтарының қолында оқыды. Бір күні ұстазы қартайып, дәм-тұзы таусылуға тақады. Барлық шәкіртін шақырып, кеше түнде киелі кітаптарда айтылған пайғамбарлық белгіні көрдім. Сахарадан Мұхаммед есімді пайғамбар шықты. Соны тауып үммет болыңдар. Біздің діннің шырағы сөнді. Оған үмбет болу барша пайғамбардың арманы болған. Мен де үмбет болсам деп армандап едім. Әттең қартайып әл дәрменім құрыды. Ол бақытты көре алмаспын. Бірақ сендер соны тауып барыңдар. Мұхаммед жүрек көзін ашатын, ілімнің құпиясын біледі. Оның батасын алып құрметіне бөленсеңдер, айтыңдаршы, менің де ақыма дұға қылсын деді. Шәкірттер мұны естіп, ұстаз алжиын депті, сандырақтап жатыр. Дініміз тұрғанда қайдағы бір пайғамбарды айтқаны несі деп өзара күмәнға түсті. Оны қалай табамын деп Ахрайыс суырылып шығып, ұстазы: «Ей Ахрайыс, сенің жүрегің таза, Құдайды шын іздеген ұлансың. Құрма ағашы көп өсетін құм далаға бет түзе, түйе мінген жұртты көресің. Әрі жүрсең Ыбырайым соққан қағба бар, пайғамбарды сонан табасың» деді. «Хақ пайғамбарды қалай танимын?» деді. «Оның екі белгісі болады. Зекет берсе өзіне алмайды, үмбетіне таратады. Сыйлық берсе бір күндік ризығын айырып, оны да үлестіреді» деді. Қария көп ұзамай үзілді. Оны арулап жерлеген соң Ахрайыс дереу жолға дайындалды. Жолдастары сапарын қош көрмеді. Ұстаздың ауырып жатып айта салған сөзіне иланғанын қалай, ақиқат дін бізде, қалайша дініңді тәрк етесің деп даурықты. Ахрайыс алған бетінен қайтпады. Бұл даудың соңы ұрысқа ұласты. Оны бәрі жабылып ұрып жықты. Қол аяғын байлап құлдыққа сатты. Арада біраз уақыт өтті. Мұхаммед пайғамбар өзін расул жариялап, Меккедегі залымдардан қуғын көрді. Қатер күшейген соң Мәдинаға жер аударды. Ахрайыс болса, керуен тартқан саудагерлердің жүгін тасып, құлдықта жүрді. Қожасы Салман деп жаңаша ат қойды. Bir күні керуен Мәдина шаһарына келді. Ахрайыс құрма ағашының саясында отырғанда азанның дауысын естиді. Бұл не деген құдіретті үн деп таңғалып: «Мұсылмандардың азаны момындарды құлшылыққа шақырып жатыр» деді серігі. «Мұсылман деген кім?» деді. «Мұхаммед пайғамбардың үмметі» деді. Ахрайыс қожасынан сұранып мешітке келді. Намаз бітіп, жұрт пайғамбармен сұхбат құрып отыр екен. Ахрайыс сырттан бақылап тұрды. Bir кезде біреу: «Я Расулалла, зекет әкелдім» деп бір түйіншек ақша берді. Пайғамбар бір тиында алмай ғарып ғасырлерге табан астында таратты. Ахрайыс ішінен бұл пайғамбарлық белгісі болды ғой деп түйді. Сәлден соң екінші біреу келіп: «Уа Расулалла, мен сізге сыйлық әкелдім» деп бір табақ құрманы алдына қойды. Пайғамбар құрмадан ауыз тиіп, оны да кедей-кепшікке таратты. «Бұл ұстазым айтқан екінші белгі» деп пайғамбарды мойындады. Алдына келіп калима айтып мұсылман болды. Басынан өткен оқиғасын айтып берді. Пайғамбар Ахрайыстың ықыласына риза болып: «Жанымда сенімді сахабам бол» деп қолға салды. Ахрайыс: «Басымда ерік жоқ, құлдықта жүрген пақырмын» деді. «Ендеше сені сатып аламын» деп керуенге келді. Қожасы: «Бұл менің ең тіл алғыш құлым, бәсі қымбат тұрады» деді. «Қанша сұрайсың, айт, құнын өтеймін» деді пайғамбар. Саудагер қу адам еді. Қолдан келмес бір істі айтып сылтауратпақ болды. «Шөл далаға 500 түп жүзім өсіріп берсең азат қыламын» деді қуланып. Суы тапшы, шөл далада жүзім тұрмақ, шөп өсірудің өзі қиынның қиыны еді. Пайғамбар бірден келісті. Барлық сахабаға: «Ертең сақар мезгілде бір жүзімнің көшетін егіңдер, бірақ дәреттерің саф болсын» деді. Таң қылаң бере сахабалар жүзім егуге кірісті. Жәбірейіл періште жұмақтың бұлағымен жүзімді суғарып келе жатты.
көшеттер әп сәтте тамыр жайып, жайқалып өркендей жөнелді. Артынша түйіндеп жеміс бере бастады. Бір жүзім ғана солып қалды. Пайғамбар мәнісін түсінбей, мына жүзімді кім екті деп сұрады. Әубәкір Сыддық, мен отырғызып едім, деді ыңғайсызданып. Неге бұлай болды, деді пайғамбар. Дәрет алып жұмысқа асығыс шығып едім. Шыға берісте күшігім еркелеп аяғыма оратылды. Сілекейі қонышыма тиген сияқты. Өзім де секем алып қалып едім, деді Сыдық. Солған жүзімге пайғамбар Құранның Ясин оқып дем салды. Жеміс тіріліп бүршік атты. Саудагерлер жүзім алқабын көріп таң тамаша қалды. 500 түп жүзім бұтада балбырап пісіп тұр. Уәде бойынша құлды азат етті. Ахраис Мәдинада қалды. Кей кездері кеудесі тар күншілдер оны Салман Фарси деп шеттететін. Оның Парсыдан келген араб емессің дегені. Мұны бір күні пайғамбар естиді. Елді жинап, Тәңірдің діні арабқа ғана түскен жоқ, барша адамзатқа түсті. Ұлық Алла адамның малына, түріне, түсіне, ұлтына, ұлысына, жынысына қарамайды. Құлдардың таза жүрегіне назар салады. Құранда мен сендерді тану үшін түрлі ұлт пен ұлысқа бөлдім деген. Оның парсы болуы Алланың жазған тағдыры, тағдырмен таласқан жөн емес. Менің алдымда бәрің теңсіңдер, ал жүрек көзі ашылған момынның бәсі Алла алдында әмәнда биік тұрады. Бұдан былай Салманды Фарси емес Мұхаммади деп атаңдар, деді. Оны бауырына басып, үстіне шапан жапты. Астына ат мінгізді. Әулетінің бір мүшесі етіп қабылдады. Кейін Мәдина шаһарын залымдар қоршағанда Ахраис ор қазуға кеңес берді. Қаланы қоршай ор қазып, саны басым кәуірді ішке кіргізбеді. Бұл тарихта ор соғысы деп атпен қалды. Сол ұрыста Ахраис көзге түсті. Жеңіске жеткен соң пайғамбар оны арыстаным деп төрге шығарды. Осыдан бастап мұсылман жұрты арыстан сахаба атап кетіпті.